Көмірсулар саны жағынан әртүрлі және бір-біріне мүлде қарама-қарсы қасиет көрсете алатын қосылыстар. Олардың арасында қарапайым және жоғарғы молекулалы, кристалды немесе аморфты, суда жақсы еритін және онда мүлде ерімейтін топтарды кездестіруімізге болады. Көпшілік көмірсулардың жалпы формуласы CnH2ON. Химиялық табиғаты бойынша көмірсуларды 3 түрлі классқа жіктейміз. Бірінші класс моносахаридтер, екінші класс дисахаридтер мен трисахаридтердің класы. Оларды кейде олигосахаридтер деп атайды. Үшінші класс полисахаридтер. Моносахаридтер. Молекуласында көміртек атомының санына байланысты моносахаридтерді триозалар, тетрозалар, пентозалар, гексозалар деп бөле аламыз. Триозалар. Олар 3 атомды спирт, глицериннің тотығуы кезінде түзіледі. Бірінші реттік спирттік топ тотыққан жағдайда глицериндік альдегид түзіледі, ал екінші реттік спирттік топ тотыққан кезде диацетон түзіледі. Триозалар ұлпадағы көмірсудың ыдырауының өнімдері. Олар фруктозада 1-6 дифосфор қышқылының ыдырауы кезінде фосфорланған күйде түзіледі. Келесі бөлік тетрозалар. Тетрозалар фотосинтез кезінде аралық өнім ретінде пайда болады. Ал адамның организмінде көмірсулардың ыдырауында пентозалық цикл кезінде түзілуі мүмкін. Пентозалар рибоза мен дезоксирибозаның құрамына кіреді. Рибозада глюкозаның ыдырауы кезінде пентозалық циклде түзілуі мүмкін. Пентозалардағы ксилоза өсімдіктерде кездесуі мүмкін. Олар диабет ауруына шалдыққандар үшін кондитерлік өнеркәсіптерде қолданылады. Гексозалар. Оларға Д-глюкоза, жүзім қанты мен декстроза жатады. Глюкоза көп мөлшерде толық піскен жүзімде кездессе, адамның қанында глюкозаның жалпы мөлшері 80 мен 120 миллиграммды құрайды. Ұлпалар мен жасушаларда көмірсулардың ыдырауында аралық өнім ретінде глюкоза фосфорланған күйінде кездеседі. Д-галактоза сүт қанты, яғни лактозаның құрамдас бөлігі болып есептелінеді. Сонымен қатар мидың құрамына кіретін күрделі липидтер церебиозиттердің құрамдас бөлігі. Д-фруктоза мен жеміс қанты жемістің гүл шырынының, яғни балдың құрамында болуы мүмкін. Фруктоза сахарозаның құрамына кіреді. Дисахаридтер немесе олигосахаридтер. Бұл көмірсудың өздерінің атауына сәйкес гликозидтік байланыстар арқылы байланысқан 2 немесе бірнеше моносахаридтердің қалдықтарынан тұрады. Дисахаридтерді кейде қанттар деп те атайды. Бұл оның тәтті дәміне байланысты қойылған атауы. Моносахаридтердің қосылуының нәтижесінде бір молекула су бөлініп шығады. Дисахаридтерге сахароза, мальтоза және лактоза жатады. Сахароза қызылша мен қант қамысында болады. Қант қызылшасының тамырында қанттың мөлшері 27%-ға дейін болса, ал қант қамысында 20%-ға дейін қанттан тұрады. Қызылша мен қант қамысы өндірістік қант алу үшін қолданылады. Сахароза глюкоза мен фруктозадан тұрады. Лактоза глюкоза мен галактозадан тұрады. Олар ана сүтінің және жануардың сүтінің құрамында кездеседі. Соңғы кластық тармақ полисахаридтер. Олар өте көп, жүздеген және мыңдаған моносахаридтің қалдықтарынан құралған жоғарғы молекулалық заттар. Өздерінің химиялық құрамына байланысты полисахаридтер 2 түрлі топқа бөлінеді: гомополисахаридтер мен гетерополисахаридтер. Гомополисахаридтер бір моносахарид қалдықтарынан құралады. Мысалы, тек қана глюкозадан немесе тек қана фруктозадан тұруы. Аса маңызды полисахаридтерге крахмал, целлюлоза, гликоген мен пектиндік заттарды жатқызамыз. Гетерополисахаридтер түрлі моносахаридтердің қалдықтарынан және олардың туындыларынан тұрады. Крахмал өсімдіктерде қор ретінде жинақталатын жоғарғы молекулалы қосылыс. Ол майда дәндер түрінде, өсімдіктердің түйнегінде және тамырында, астық дақылдарының дәндерінде қорға жинақталады. Бидай дәніндегі крахмалдың мөлшері 75%-ды құраса, күріште крахмалдың мөлшері 80%-ға тең, ал картоптың түйнегінде 25%-ды құрайды. Крахмалды өндірістік жолмен алуда картоп ең арзан материал болып есептелінеді. Крахмал адамның азық-түлігіндегі негізгі көмірсу. Гликоген глюкоза қалдықтарынан құралған адам және жануар организмінде қорға жиналатын күрделі көмірсу. Гликоген көп мөлшерде бауырда, қаңқаның бұлшықеттері мен жүректе жинақталады. Гликогеннің бауырдағы және бұлшықеттегі мөлшері адамның немесе жануардың толықтылығына байланысты.
Ол бауырда 2-ден 10%-ға дейін, қаңқа бұлшықеттерінде 0,2%-дан 2%-ға дейін болуы мүмкін. Целлюлоза өсімдік жасушасының қабығын түсетін күрделі молекулалық көмірсу, яғни полисахарид. Целлюлозаның құрамында крахмал мен гликоген тәрізді глюкоза молекулаларының қалдықтарынан тұрады. Бірақ крахмал мен глюкогенде альфа-глюкозаның қалдықтары болса, целлюлозаның молекулаларында 1-4 гликолиздік байланыстармен жалғанған бета-глюкозаның қалдықтары болады. Жануарлар үшін, әсіресе күйіс қайтаратын жануарлар үшін целлюлозаның қоректік маңызы зор. Өсімдік тектес қоректік заттармен адамның ішіне түскен целлюлоза ыдырамайды. Өйткені асқазан және ішек сөліндегі ферменттер целлюлозаның бета-гликолиздік байланыстарын үзе алмайды. Дегенмен, целлюлозаның рөлі айтарлықтай жоғары. Біріншіден, целлюлоза ішектің толқынды жиырылуын жақсартып, өттің бөлінуін және холестериннің организмнен сыртқа шығарылуын, нәжістің қалыптастыруына әсер етеді. Пектиндік заттар жемістердің, мысалы алма, алмұрт, цитрустық және тамыр жемістердің, қызылша мен сәбіздің құрамында болады. Олар сахароза және алма серке қышқылдармен қосылып, кондитерлік өнеркәсіпте қолданылатын іркілдек заттарды түзуге көмектеседі. Олар адамның ішіндегі микрофлораның шіріту әрекетін бәсеңдетеді. Сонымен қатар токсиндік заттардың сыртқа шығарылуына жағдай туғызады. Инсулин 1-2 гликолиздік байланыстармен байланысқан фруктозаның қалдықтарынан тұрады. Бұл полисахаридтер бөрік гүлде, нарғыз гүлдің және бақбақтың тамырында болады. Біз көмірсуларды немесе қанттарды қарастырғанда, олардың бөлшектенуіне байланысты редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттар деп қарастырамыз. Редуцирлену сөзі биологиялық тұрғыдан алғанда өте кішкентай бөлшектерге айналу, яғни ыдырау деген мағынаны білдіреді. Моносахаридтер және көптеген дисахаридтер редуцирленетін қабілетке ие, яғни ерігіштік қабілеті жоғары. Редуцирленетін қанттардың құрамының барлығында карбоксил тобы болғандықтан, олар ашық химиялық құрылымға ие. Осыған байланысты олар 2 есеге дейін тез ыдырауы мүмкін. Ғалымдар редуцирленетін қанттарды анықтау үшін бірнеше құрамы қарапайым химиялық реакцияларды пайдаланады. Олардың ең кең таралғаны бенедиктин және феллингтің реакциялары.